Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ әдебиетінен 1-ші тоқсанға арналған бірінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: шығармадан келтірілген үзінділерді пайдалана отырып, автордың бейнесін, негізгі ойын, көзқарасын анықтаңыз. Асан Қайғының автор бейнесі жерге айтқан сыры арқылы жердің қандай қасиеттері туралы айтқанын анықтаңыз. Асан Қайғының сыны: Түркістанның қасында ескі қорған қала Сауранды көргенде, әттеген-ай, қорғанды Айтақырдың бетіне, Шөлістанның өтіне салған екен. Сарқыра баққан суы жоқ, жайқалып тұрған нуы жоқ, түбі тұрақты қала бола алмас деген екен. Қандай қасиеттер туралы айтады? Қорғанды тақырдың бетіне, Шөлістанның өтіне салған екен деп, қаланың қолайсыз жерде орналасқанын айтады. Сарқыра баққан суы жоқ деп, бұл жерде тұрақты су көздерінің болмауы айтылған. Ал жайқалып тұрған нуы жоқ деп, бұл аймақтағы жасыл өсімдіктер мен орманның жоқтығы туралы айтылады. Осылайша, Асан Қайғы Сауран қаласының орналасуы қаланың тұрақты дамуы мен өмір сүру үшін қолайсыз екенін меңзейді. Баянауыл тауын көргенде, баянға жаймай қой семірмес деп, Асан Қайғы қазіргі Баянауылды өзіне жайлау етіпті. Баянға жаймай қой семірмес деген сөзден жердің мал жайылымы үшін өте қолайлы екені айтылып тұр. Баянауылдың құнарлы жері, мол шөбі, жайлы климаты және шаруашылыққа тиімділігі жердің негізгі қасиеттері ретінде айтылған. Жетісуды көргенде, мынау жетісудың ағашының басы сайын жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс екен депті. Ағашының басы сайын жеміс деп, Жетісу аймағының табиғатының байлығын, әсіресе жеміс-жидекке бай екенін көрсетеді. Қорыта келгенде, Асан Қайғы Жетісуды табиғи байлығы мол, шаруашылық үшін өте қолайлы, құнарлы жер деп сипаттайды. Ақмешіт қазіргі Қызылорда тұсындағы Сыр өлкесін көргенде, «Ей, Ақмешіт, жерің шаң екен, суың жар екен, әр бұтаның түбінде кесек етің бар екен, елің жұтамас, малыңның көзіне сақ бол» депті. Асан Қайғы Ақмешіттің жері құрғақ, суы аз, бірақ шаруашылыққа мүмкіндігі бар екенін, жерді дұрыс пайдаланған жағдайда мал шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы үшін әлі де пайдалы жер екенін ескертіп отыр. Қарсақбай аймағын көргенде, айналаң жапан төз екен, тауыңның асты жез екен, екі тауың ел біткен шақырар, басыңа байлық қонар, жұртың ашықпас деп жүріп кетіпті. Асан Қайғы Қарсақбайды табиғи ресурстары мол, байлығы көп, болашағы зор аймақ ретінде сипаттайды. Жердің асты жезге бай, бұл халықты тұрақты өмір сүруге мүмкіндік береді деп көрсетеді. Келесі, автор қандай адам? Асан Қайғы терең білім мен даналыққа ие, халықтың жағдайын жақсартуға ұмтылған, ақындық және философиялық қабілеттері жоғары болған көрнекті тұлға. Асан Қайғы өз дәуірінің қоғамдық және әлеуметтік мәселелерін жырлаған. Оның шығармаларында табиғат, жер, елдің жағдайы, халықтың әлеуметтік жағдайы туралы терең ойлар мен толғаныстар кездеседі. Екінші тапсырма: Қобыланды батыр жырындағы батыр бейнесін қазіргі шынайы өмірдегі батыр бейнесімен салыстырыңыз. Айырмашылығы мен ұқсастығын сөздер мен сөз тіркестері арқылы жазыңыз. Қобыланды батыр жырындағы батыр бейнесінің ерекшелігін сипаттайтын сөздер мен сөз тіркестері: мерген батыр, құдіретті қылышы, жол бастаушы, күшті қолбасшы, әділ басшы, ұрыш алаңды құрыштай, теңдессіз батыр, өжет һәм батыл, және тағы да басқа сөздер. Қазіргі замандағы батыр бейнесінің ерекшелігін сипаттайтын сөздер мен сөз тіркестері: елінің патриоты, отанға қызмет, жақсылық жасайды, жауапкершілігі мол, адал, қайсар. Ортақ белгілері, яғни ұқсастықтары: ерлік пен батылдық танытып, туған елі мен жерін қорғауға дайын, отанына сүйіспеншілігі мол.
осымен жб тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.